Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл нәрсені айтудың өзі жеркенішті. Десе де бұл қоғамның өзекті мәселесі, дерті екені айдан анық. Бұрын қыз балалар үшін алаңдап қорқатын болсақ, қазір жігіттердің өзі көшеде жүру қауіпті заман болып тұр. Бұл күлетін емес, жылайтын жағдай. Олай дейтін себебім, Алматы қаласында 15 қаңтар күні полиция бөлімшесіне 30 жастағы жігіт өзіне екі жігіттің зорлық-зомбылық көрсеткен туралы шағым түсіреді. Бұлар 2001 және 2003 жылғы 20-22 жасар жас жігіт болып шығады. Енді бұл орайда біздің мемлекетіміз түкірік болмаса боғауыз туралы заңдардан бұрын осындай хайуандарға қатысты неге нақты заң жобасын қарастырмасқа? Ұлтымыздың болашағына кеселін тигізетін хайуандарға қатысты мен екі жазаны қолданар едім. Біріншісі, ана жерлерін кесу керек, екіншісі ату жазасы. Осылай ғана бұлардың санын азайта аламыз. Құрметті қазақ елі, қыздарымызды қырық үйден түйіп, ұлдарымызды атқа мінгізіп, спортқа беріп, ұрықты қылып тәрбиелейік. Аман болыңыздар.